Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпайыңыз. Бүгін мен сіздермен ыстық тамақтың бір түрі дапан жеудің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен тауық етіне соя соусымен бір ас қасық крахмалды қосып, маринадтап жарты сағатқа қойып қоямыз. Маринадталған тауық етін қызып тұрған майда қуырамыз. Видеода көрсетілгендей осылай араластырып отырып 10 минуттай қуырамыз. Енді пиязды, томатты және помидорды қосып қуырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін бетін жауып орташа отта 10-15 минутқа қоямыз. Енді сельдерей, сәбіз және чеснок қосып араластырамыз. Тұз, бұрыш, паприка қосамыз. Картошканы салып, жақсылап араластырып, қуырғаннан кейін жарты кесе су құямыз. Енді перецтерді салып, орташа отта 10 минутқа қоямыз. Гарнирін күріш немесе қамырдан жасауға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, тойымды тамақтың бір түрі. Сіздермен болған Айгерім. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.